16 желтоқсан. Бұл қазақ елінің тағдырындағы ең ұлы, ең қастерлі күн. Тәуелсіздік халқымыздың ғасырлар бойғы арманы, еркіндікке деген ұмтылысы, елдік пен бірліктің жарқын белгісі. Көк туымыз аспанымыздың ашықтығын білдіретін символ, алтын күн мен қыран биік рухтың, еркіндіктің белгісі. 1991 жылы Қазақстан өз дербес жолын бастады. Бұл жаңа дәуірдің, жаңа үміттің бастауы еді. Бүгінгі балалар сол тәуелсіздіктің жемісі, болашақтың шынайы иелері. Олар тарихқа көз тастап, елдік жолдың қандай еңбекпен келгенін түсінеді. Елін қорғаған батырлар, азаттықты аңсаған алаш арыстары, тәуелсіздікті жариялаған қайраткерлер, барлығы да отан үшін күрескен қайсар рухтың иелері. Туға қол қою, әнұранды жүрекпен тыңдау отанға деген шынайы құрметті білдіреді. Бүгінгі ұрпақ білімді, ұлтжанды, жаңашыл, жаңа Қазақстанды жарқын болашаққа бастайтын осы жас буын. Тәуелсіздік біздің ең қымбат қазынамыз. Бірлігіміз жарасқан елде өсіп, білім алып жатқан балалар тәуелсіздіктің жарқын болашағы.